Адамзат тарихындағы радиацияның ең қорқынышты құрбаны болған жапондық Хисачи Оучидің таң қалдыратын тарихы. Ол нағыз тозақта 83 күн болды. Хисачи Оучи Жапониядағы атом электростанциясындағы апаттан кейін радиацияның құрбаны болды. Хисачи небәрі 35 жаста еді. Ол атом электростанциясындағы жарылыс кезінде радиацияның өлімге әкелетін дозасын алды, және ол үй қояны сияқты оған 83 күн бойы тыныштық бермей, цианик дәрігерлердің тәжірибелі қоянына айналды. Сәлем достар, сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. 1999 жылы 30 қыркүйекте Хисачидің әдеттегі жұмыс күні болуы мүмкін еді. Егер уранды қайта өңдеудің барлық процестері қауіпсіздік техникасына сәйкес жүргізілсе, бірақ уранды тазарту процедурасының барлық қауіпті қадамдарын механикаландырудың орнына жұмысшылар 10 литрлік баспайтын болаттан жасалынған шелектерде уран оксиді мен азот қышқылын өз қолдарымен араластырды. Ол бір рет алып жүреді, екіншісі содан кейін кенеттен бір рет төмен балқытылған уранның орнына 18-8%-ға дейінгі балқытылған шикізат келеді. Ол Хисачидің ауысымына тура келеді. Ол серіктестері Ютака және Масатамен бірге болатын. Олардың байытудың жоғарғы дәрежесіндегі уранмен жұмыс істеу тәжірибесі жоқ болатын. Олар 16 килограмм уранил нитратын сорғыға тиеді. Бұл нұсқаулықта рұқсат етілген максималды мөлшерден 7 есе көп болатын. Содан кейін қатты соққылар, көптеген нейтрондық сәулелер және гамма сәулелері пайда болды. Таңғы сағат 10:35 шамасында Жапонияның Нака ауданының Токай ауылындағы Такаймура атом станциясында үлкен ядролық апат болды. Хисачи жарылыстың эпицентріне жақын болды. Ол 17 зиверт радиацияны қабылдады. Мұндай радиациялық әсерді бүкіл тарихта бірде-бір адам бастан өткерген жоқ. Сіз елестетіп көріңізші, радиацияның жылдық рұқсат етілген ең жоғары дозасы 50 микрозивертке тең. 1 зиверт 1000 микрозиверт, ал 8 зиверт қазірдің өзінде өлімге әкелетін доза болып саналады. Алғашқы күндері Хисачидің жағдайы таңқаларлықтай тұрақты болды. Ол әсілдеп, жақында жақсарып, үйіне оралатынын айтты. Бұл өкінішке орай орындалмады. Ауруханада болған екінші аптада Хисачида радиациялық аурудың сыртқы белгілері көріне бастады. Терісі қатты қабыршақтана бастады. Оның жасушалары енді қалпына келе алмайтындықтан пайда болған жаралар жазылмады. Күн сайын шамамен 10 литр сұйықтық, оның ішінде қан тері арқылы тіпті көз арқылы шығарылды. Науқасты дәкеге толығымен орап, теріні трансплантациялау үшін бірнеше операция жасау туралы шешім қабылданды. Бірақ олардың ешқайсысы сәтті болмады, өйткені бұлшықеттер сүйектен ажырап кетті. Хисачидің қанында лейкоциттер іс жүзінде жоқ болды. Оның бүкіл иммундық жүйесі бұзылды. Хромосомалар жай ғана зақымдалмады, олар толығымен жойылып кетті. Хисачи Оучидің жағдайы қайтымсыз ауыр болды, бірақ отбасы соңғы уақытқа дейін қалпына келеді деп үміттерін үзбеді. Дәрігерлер Хисачидің өмірі үшін бар күшімен күресуге шешім қабылдайды. Олар оны Токио университетінің ауруханасына жеткізді. Онда Хисачи әлемдегі алғашқы перифериялық тін жасушаларын құюдан өтті. Бірақ бұл трансплантацияда сәтті болмады. Органдар бір-бірінен бас тарта бастады. 12 сағат ішінде оған 10 қан құю жасалды. Оның бір бөлігі қансыраған терісі мен көздері арқылы шығып жатты. Хисачи денесінің бетінде радиациялық зақымда табылды. Оның денесінде хирургиялық дәкелері қойылды. Бірақ та дәкені алған кезде олармен қосып терісі де алынып отырды. Дәрігерлер енді хирургиялық дәкені де қолдана алмай қалды. Хисачидің күресуге күші болмады. Ол тек бір нәрсені, оны азаптан құтқаруды өтінді. Бірақ дәрігерлердің басқа жоспары болды. Хисачидің барлық өтініштерін елемей, дәрігерлер оны 83 күн бойы тірі қалдыру үшін көп күш жұмсады.
Оған күн сайын көп мөлшерде қан мен сұйықтық құйып, әртүрлі шетелдік көздерден арнайы әкелінген дәрі-дәрмектермен толтырды. Дәрігерлер көптеген емдеу әдістерін қолданды. Соның ішінде оның әпкесінің тін жасушаларын қолдана отырып, емдеуге арналған ерте эксперименттік сынақ жүргізді. Радиациялық улану оның хромосомаларына қатты зақым келтірді. Бұл өз кезегінде оның ішкі мүшелеріне зақым келтіріп, олардың істен шығуына және ішек бақылауының жоғалуына әкелді. 3 аптадан соң оның ішегінде қан кету басталды. Оның терісі мен еті көпіршікті болып, дәрігерлердің көз алдында түлеп, терісі жоғалған жерлерден қан мен сұйықтық ағып жатты. Әйелі оның көзінен қан ағып жатқанын есіне алды. Ол бір күнде барлық дене сұйықтықтарын жоғалтты және оған көп мөлшерде қан құюға тура келді. Енді қажет емес, мен үйге барғым келеді, өтінемін, тоқтатыңыз, мама. Бұл оның дәрігерлерден өтіне сұраған соңғы сөздері еді. Симптомдар оған тым ауыр болған кезде оны қысқа уақытқа комаға батырды. Апаттан 2 ай өткен соң Оучидің денесінен үнемі қан кетіп, жүрек денеге жеткілікті қан айдау үшін жұмыс істей алмады. Жүрек пульсы минутына орта есеппен 120 соққы болды және оған ол үлкен жүктеме болды. 59-шы күні оның жүрегі 49 минутта 3 рет тоқтады. Алайда дәрігерлер Хисашиді жібермеді және әрдайым реанимация жасады. Бұл оның миын қатты күйдіріп, бүйрекке ауыр асқынулар тудырды. Хисаши енді тек тіршілікті қамтамасыз ету аппараты арқылы ғана өмір сүре алды. Дәрігерлер ұялмады. Болашақта радиациядан зардап шеккендерге көмектесу үшін, алған тәжірибелерін пайдалану үшін оның жағдайынан барынша пайдалануға тырысты. Соңына қарай Оучи дәрігерлерден мен тәжірибелі қоян емеспін деп өлуіне рұқсат беруін өтінді. Ақырында реанимациялық шараларды қолданбау туралы бұйрық күшіне енді. Содан кейін Оучидің жүрегі тоқтап, оның өмірлік маңызды мүшелері бас тартты. Хисаши Оучи 1999 жылдың 21 желтоқсанында ауруханада 83 күннен кейін көп органның істен шығуына байланысты қайтыс болды. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік апаттың себебі адамның қателігі және қауіпсіздік қағидаттарының елеулі бұзылуы екенін анықтады. Олардың айтуынша, апат зертхананың 3 қызметкері отын жасау үшін уранды тым көп пайдаланғандықтан және бақыланбайтын атом реакциясын тудырғандықтан болды деп есептеді. Ядролық апат салдарынан 667 адам, оның ішінде тұрғындар мен қызметкерлер сәуле алды. 7 қызметкер, соның ішінде зауыт әкімшісі Ютака Якагава, өлімге әкелген немқұрайлылық үшін кінәсін мойындады. 2000 жылы Жапония үкіметі атом станциясының лицензиясын алып тастады және сот шешімі бойынша $121 миллион өтемақы төлейтін болды. Жапония премьер-министрі Яшира Мори көңіл айтып, үкімет мұндай апаттан қайталанбау үшін бар күшін салады деп сендірді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.